Қайырлы күн достар, сіздермен мен Әйгерім. Үй жағдайында екі ғана затпенен жасалатын мороженныйдың жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыз. Ал ендеше кеттік. Мороженныйға қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Бізге ол үшін морозильникте қатырылған бананымыз қажет болатын болады. Банандарыңыз мейлінше көп болғаны жақсы, балмұздақтарыңыз өте дәмді шығатын болады. Бананымыздың осылай сыртын ашып, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бананымызды осылай бөліктерге бөлетін боламыз, дәл видеодағыдай. Сосын арнайы кез келген блендердің ыдысына салып алатын боламыз. Блендердің ыдысына салып, үстінен сүтімізді құйып алатын боламыз. Сүтті көп құюдың қажеті жоқ. Азғантай бөлшегін сүттің құйып алып, блендермен жақсылап біркелкі болғанша езетін боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Дәл осылай видеодағыдай біркелкі болғанша блендерлеп алдық. Осылай қою сұйықтық шықты. Енді оны арнайы ыдысымызға салып, морозильникке 2-3 сағатқа қатырып қоятын боламыз. Арнайы мороженныйдың салғыш ыдыстары болса, соған салып қатырсаңыздар да өте әдемі шығатын болады. Морозильникке салып қатырып алдық. Ауызға салсаң еритін мороженныйлардың бірі болған. Бананның дәмі шығатын мороженый болған. Кез келген жемістен жасауға болады осылай. Өте дәмді, ерекше болып шыққан. Үйдегі бар заттармен ғана жасадым. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Әйгерім. Сау болыңыздар.